Ассалаумағалейкум туыс-туғандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін біз биылғы, яғни 2020 жылға көші-қонға берілетін жәрдемақы туралы сіздерге бір қанша хабар-ошарды жеткіземіз. Енді көпшілікке мәлім, көші-қон негізінен сыртқы көші-қон және ішкі көші-қон деп екі түрліге бөлінеді. Енді сыртқы көші-қон дегеніміз шетелден көшіп келген қандастарымыз тікелей осы Қазақстан Республикасының солтүстік райондарына келіп қоныстанса, не бұл сыртқы көші-қон болады. Ал енді ішкі көші-қон дегеніміз Қазақстанның оңтүстік райондарында тұрып жатқан туыс-туғандар осы Қазақстанның солтүстік райондарына көшіп келсе, бұл ішкі көші-қон болады. Енді осы биылғы көші-қонға беріп жатқан жәрдемақы енді былтырғымен салыстырғанда біршама жоғары деп айтуға болады. Енді біз бүгін сіздермен осы жәрдемақы туралы, сондай-ақ шаруашылық жер, егістік жер туралы беріліп жатқан қандай жәрдемдер бар дегенде, енді осы мәселелер жөнінде сіздерменен ортақ бірлікте отырып пікір алмастыратын боламыз. Енді осы жақында біз Павлодар облысының кейбір аудандарымен хабарластық. Олардың айтуына қарағанда биылғы көші-қон сондай жақсы болып жатыр. Енді мынау биыл енді жыл басынан тартып коронавирустың кесірінен енді көші-қон тоқтап қалған. Енді айтуларға қарағанда 6 айдың бірінен бастап көші-қон қайтадан енді басталды. Біз мұна алдыменен осы бір кейбір аудандардағы осы көші-қонға жауапты болып жатқан кісілердің өз аузымен айтқан, өзі хабарлаған осы бір кейбір тиімді саясаттар жөніндегі хабарларын естіп көрейік. Ақтоғай ауданы, Павлодар облысы. Мен Ақтоғай ауданы сол жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысымын. Біздің ауданға 2020 жылы 36 отбасы 147 адамды көшіру жоспарланған. Бүгінгі күні 5 отбасы 25 адам көшіп келді. Алматы облысы, Шымкент, Түркістан облыстарынан. Енді өздеріңізге белгілі, төтенше жағдайға байланысты әзірше адамдарды қабылдап жатқан жоқпыз. Дегенмен маусым айынан бастап қайрадан қоныс аудару бағдарламасы жүргізіледі деп айтылып жатыр. Енді жаңа айтып кеткендей 147 адамға бізде қаражат бар. Оның 25 ғана келді дедім ғой, енді сонда 120 адамға қаражатымыз әлі бар. Оның жол ақыға әрбір адамға 93 мың теңгеден және отбасының тұрғын үй сатып алуына немесе жалдап тұруға субсидия төленеді. Оған қаражатымыз бар. Сонымен қатар біздің ауданымызда 7 ауылдық округ бар. Оның 4 округ Ертіс өзенінің жағалауында, 3-еуі қыр аумағында орналасқан. Енді ауыл шаруашылығымен айналысам деушілерге қыр аумағы ыңғайлы. Қазір келіп жерге өтініш беріп, жер алып жатқан қоныс аударушылар бар. Ең алдымен бірінші кезекте біз сол кісілерге қолдау көрсетуге тырысамыз. Қазіргі кездегі төтенше жағдайға байланысты көмектер халық әрбір отбасына азық-түлік таратылды. 10 килограмм күріш, қант, өсімдік майы,
қант деген сияқты ең қажетті азық түліктер таратылды. Қазіргі кезде міне Нұр Отан тарапынан біз біргеміз акциясы бойынша 50.000 теңгеден беріліп жатыр. Біз де бірінші кезекте осы қоныс аударып келген азаматтарымызға биылғы 20 жылы келгендерге беруге тырысамыз. Сол кісілерді тізімге қосып жатырмыз. 18-19 келген кісілер бізде қазір аяқтарынан тіктіріп кетті деп айтуға болады. Олар өздерінің кейбіреуі өз істерін ашып жатыр, жұмыстары бар. Енді келген кезде міндетті түрде отбасының бір азаматын міндетті түрде жұмысқа орналастырамыз. Енді жер мәселесіне келетін болсақ, қыр аумағында ауыл шаруашылықпен айналысуға жер бөлінеді. Балаларға балабақша, мектеп ешқандай кедергісіз барлық ауылдық округтерімізде 11 жылдық мектеп бар деп айтуға болады. Егер де шағын ауылдарға баратын болса, онда міндетті түрде тасымалдаушы көліктер бар балаларды мектепке жеткізетін. Бастау бизнес бағдарламасы бойынша грант алуға болады, несие алуға болады. Барлық жағдайды мен өзім міне келген азаматтарды 17 жылдан келіп жатыр ғой. Соларды әлі күнге дейін қолдау көрсетіп, мәселелер болса шешуге тырысып, мен бір жыл келдіңіз, әрман қарай өзіңіз не істесеңіз олай істеу деген жоқ. Келген 17 жыл, 18 жыл келген, 19 жылы келген азаматтар әлі күнге дейін біздің қолдауымызға ие. Оларды бірінші кезекте барлық көмекті әкімдіктер тарапынан, аудан әкімінің басшысы тарапынан барлық көмектер көрсетіледі. Енді жоғарыда біз мына Павлодар облысының кейбір аудандарындағы жауапты адамдардың өз аузынан айтқан осы көші-қон туралы, жәрдемақы туралы хабарландыруын естідік. Енді мына солтүстік Қазақстан облысында тұрып жатқан өзіміздің кейбір қандастарымыз халық үшін осындай жақсы жұмыстарды жасап, халыққа тиімді саясаттарды жеткізіп отырған кейбір өзіміздің туысқандар, осы арада тұрып жатқан туысқандардың аузынан және де кейбір осы жәрдемақы туралы хабар-ошарды естіп көрейік. Ассалаумағалейкум, жақсылар ма? Бірге болсын. Ол көбата негізі әр кісі басына 55.000 теңгеден беріледі. Оның ішінде жаңағы 2 адам болса 500.000 теңге үйге ақша беріледі. Бір семьяда 3 адам болса 500.000 үстінде беріледі. 4 адам болса 550.000 үстінде беріледі. 5 адам болса 600.000-ге жақын беріледі. Солай бөлінеді көбата. Ал сол ақшаны толықтай алу үшін, жаңағы үйдің ақшасын алу үшін осы жақтан я үй сатып алған болуыңыз керек. Екінші, жаңағы бір жерде квартираға отыруыңыз керек. Егер де квартираға отырсаңыз, ол үйдің ақшасын сізге ай сайын бөліп береді. Егер де өз жеке басыңызға үй салып алсаңыз, үйдің ақшасын бір жылда жіберіп береді. Енді 4 адам болды жатса, егерде 3 адам болса 700.000, 4 адам болса 800.000, 5 адам болса 900.000 үстінде, 6 адам болса 1.200.000-ге дейін сондай шығады квота. Енді егістік жер туралы, сондай-ақ мына шаруашылық жер туралы және қандай саясаттар бар, сонымен бірге көңіл бөлуге тиісті мәселелер жөнінде және де осы солтүстік Қазақстан облысында тұрып жатқан өзіміздің кейбір қандастарымыздың өз аузынан айтқан хабарландыруын естіп көрейік. Ал енді жер мәселесіне келейміз. Жер алам деген кісілер болса, кейбір райондар бар ма? Келген кезіңізде арендаға жаңағы бәлен гектардан жерлеріңізді беретін аудандар бар. Ал кейбір аудандарда жер бермейді, сіз келе салған кезде. Істеген ісіңізге, жасаған тіршілігіңізге қарай, ой, мен келіп айтып жүрем, бүйтіп жүрем, қиратып жүрем, мен ана істеймін, мен мына істеймін, мен ананы бағам, мынаны бағам деп қазір өтірікті айтып бақсақ, өтірікті шындайға бақсақ тыңдап кеткендер де жетеді. Ондай жердегілер
ешкімнің сөзін сөз екен демейді, сенбейді. Ей, сен айта бермеші дейді, алдымен істе деп айтады. Қазақстан Республикасы бойынша 2022 жылға дейін ешқандай жер берілмейді ешкімге. Ешқандай жер бөліске салынбайды. Сіздің басыңызға 49 жылға жер берілмейді. 49 жылға берілетін жер қандай? Жаңағы өзіңіз кішкентай бір парникпен айналысатын ұсақ түйек. Жаңағы енді 1 гектар андай-мындай, 1-2 гектар андай жерлер болса алуға болады. Ал үлкен көлемдегі жерлерді 49 жылға ешкім бермейді. Тек қана жерді арендамен пайдаланасыз. Соның бәрін ойлану керек. Енді мал шаруашылығымен айналысқан кісілер бұл жақта жем-шөп арзан, бірақ қай жерде тұрсаңыздар да ол мал қолда 5 ай тұрады. Алматы облысында тұрсаңыздар 5 ай тұрады қолыңызда. Енді жылқы болмаса қалған мал негізінен қолда тұрады ғой көп жерде. Алматыда да тұрды, қанша мал тұрды. Сол үшін барлық адам алдатын ойланған дұрыс қой. Және бір осы жәрдемақыны алу барысында аралықтан жүрген кейбір делдал адамдардың алдам қалтасына түсіп қалудан өте сақ болайық. Енді мына үкімет орындарының беретін жәрдемақысы жоғарыда айтып өткендей, сіздің көшіп келген қатынас ақысы, сондай-ақ үй алғандағы тұрғын үй ақысы қатарларды беруден сырт, және де егер сіз өз алдыңызға енді бір кәсіп жаратпақшы болсаңыз, онда сізді кәсіп үйренетін курсқа қатынастырады. Енді осы курсқа қатынасқан кезде сіздің осы курсқа барып келетін жол ақыңызды төлеуден сырт, және де осы курсты бітіргеннен кейін сіздің кәсіп жарату үшін сізге және де 10 мың юан айласында, Қытай пұлымен есептеген кезде 10 мың юан айласында осындай қаржы ақша береді. Сонымен бірге, егер бұл ақша сіздің кәсіп жаратуыңызға жетпесе, онда үкімет жағынан және де өсімсіз қарыз ақша алуыңызға болады. Міне осындай тиімділіктерді пайдалана отырып, өзіңіздің кәсібіңізді ілгерілетіп, онан ары дами түсуіңізге жол ашып береді. Енді көші-қон туралы үкіметтің тиімділік саясаты жөнінде осыраға дейін тоқталамыз. Енді сіздердің және қандай пікірлеріңіз бар, және қандай толықтайтын мазмұндары бар, осы ютубтағы пікір жазатын жерге пікірлеріңізді айтатын ойларыңыз болса, ойларыңызды ортаға сала отырыңыздар. Біз және де кейін осылардың бәрін жинақтап, қорытындылап, осы ютуб каналына шығаратын боламыз. Енді бұның барлығы кейінгі шетелден келген қандастарымыз үшін көп пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Ондай болса, бүгін осыраға дейін болсын. Көпшілікке көп рахмет, сау сәлемет болыңыздар.